Ел тілегі ескерусіз емес. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды Мақтаарал ауданының тұрғындарымен есепті кездесу өткізді. Жиналған халықтың мұң-мұқтажын, ұсыныс сауалдарын тыңдап, көтерілген мәселелер ескерусіз қалмайтындығын жеткізді. Бір сағаттан астам уақытқа созылған жиынға біз де куә болып қайттық. Аптаның сәрсенбісінде өлкенің өркенді істері бойынша Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мақтаралдықтармен кездеспек. Әкімнің есепті баяндамасын тыңдау үшін аудандық мәдениет үйінде жиналып жатқан халықтың қарасы көп. Дәл қазір жиналыстың басталуына 40 минут қалды. Ал ондағы ақпаратты үздіксіз жеткізу үшін барлық камера мен бақ өкілдері сақадай сай тұр. Аудан қайта құрылғалы бері 5 жыл уақыт аралығында жалпы ішкі өнім көлемі 2 есе өсіп, былтыр 81 миллиард теңгеге жеткен. 2023 жылдың 6 айының қорытындысымен бұл көрсеткіш 10 миллиард теңгені құрап, 10%-ға өсіп отыр. Өсімдік шаруашылығы былтыр 841 миллион теңге, мал шаруашылығы 9,3 миллиард теңгені құрады. Нәтижесінде өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 5,8%-ға өскен. Құрылыс жұмыстарының көлемі 1,8 есе өсіп, былтыр 9,7 миллиард теңгеден асты. Биыл жарты жылда 2 миллиард теңгеге құрылыс жұмыстары атқарылады. Есепті баяндамасында осылай деген облыс әкімі, аудан әкімі Бақтасанов пен жергілікті кәсіпкерлердің Қытай мемлекетіндегі іс сапары барысындағы келісім шарттардың нәтижесінде алдағы уақытта ауданда 50 жаңа жұмыс орны ашылады деген жаңалығымен бөлісті. Өзбекстан Республикасы біраз осындай инвестициялық жобаларды іске асырып бастап кетті. Солардың тәжірибесін көрсін, қандай кемшіліктер бар, олармен алып келген кезде де солармен қазіргі таңда жұмыс ары қарай жалғасуда. Мұны күні кеше күні мен өзім сол жерде кәсіпкерлермен кездестім. Оларда 46 миллион теңге қаржы бөлуге дайынбыз. Осы текстиль кластерін жасаймыз, мақтаны өңдейміз. Одан кейін ары қарай тері өңдеуге де кірісеміз деп сондай ұсыныстармен келіп отыр. Президент тапсырмасына сәйкес ауыл аумақтарды дамыту мақсатында құрылған ауыл аманаты жобасының мақтааралдықтар үшін маңызды екенін айтты. Бағдарламаның аясында кәсіп ашу үшін несиелендіру 6 бағытта жүзеге асырылады. Облыс әкімі жаңа жобаны пайдаланып халықты кәсіп ашуға шақырды. Бұл бойынша мемлекеттік қызметкерлер ауыл тұрғындарына барынша қол ұшын созу керектігін ескертті. Ауыл аманаты бойынша халықтың әлеуметтік жағдайын көтерілу бойынша қанша миллиард ақша бөлінген, соның 20% орындалды қазіргі уақытта. Соған осы залдан бір кісі жаңа сұрақ қойды. Мінекей маған ешқандай көмек бермей жатыр, осы бойынша құжаттар жинаған едім деп. Әрине бұған жаңағы Дархан Сатыбалдыұлы ерекше мән беріп, осы бойынша аудан әкіміне, жалпы бөлім басшыларына тапсырма берді. Мынау ауыл аманаты бағдарламасын жүзеге асыру бойынша халыққа көмектесу керектігін айтып өтті. Жалпы бүгінгі жиналысты мен қанағаттанарлық дәрежеде өтті деп есептеймін. Кездесуде облыс әкіміне тұрғындар жеткізген ұсыныстар, өтініштер ескерусіз қалмайтындығын айтты. Сонымен бірге жеке қабылдауда да өзекті мәселелер көтерілді. Әрбір сұраққа жауап беріліп, хаттамаға енгізілді. Клара Шербайқызы, Ғани Оралбайұлы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат, Мақтаарал ауданынан.